Қиын сәтте көмек беру арқылы жақсылық жасаған Қарағанды гарнизонының әскери қызметкерлері қар құрсауласа қол ұшын берер ерекше бастаманы қолға алды. Зейнеткерлер мен көмек сұрай келген тұрғындарға қолдау танытқан әскерилер жайлы толығырақ тілші тарқатады. Ақтаста орналасқан 44-803 әскери бөлімінің қызметкерлері жалғыз басты тұрғындар мен қарт адамдардың үйлерін қардан тазалап беру үшін көмек қолын созуға тырысады. Бұл ретте аталмыш қайырымдылық жұмыстарын қолға алған 44-803 әскери бөлімінің Си-300 зениттік зымырандық дивизионы көмекке мұқтаж жандардың үйлеріне барып, аулаларын басқан қалың қарды шығарып берді. Ақтас елінің тұрғындары және қария кісілер ауа райының күрт өзгеруіне байланысты көмек көрсетуге шақырғанда әскери шарты бойынша сарбаздарды әкеп Ақтас кентінде көмек көрсетуге дайынбыз. Сол тәрізді олар қоғамдық орындар мен көшелерді де қардан аршуға атсалысты. Бұл ретте әскерилердің бастамасына алғысын жаудырғандар да жоқ емес. Осылайша автокөлік жолдарында қар құрсауынан аршылып жатыр. Кәрі кісілер көмегін сұраған бізге қар тазалап берсін деп. Міне балалармен келіп көмектесіп жатырмыз. Олар өзінің алғысын айтып беріп жатыр бізге. Қардың қалың түскені қарт адамдарға көп қиындық туғызады. Қорғаныс министрлігіне қарасты әскери бөлімнің қызметкерлері зейнеткерлердің үйлерінің аулаларында қар тазалау акциясы әлде жалғасатындығын айтады. Қар тазалау бойынша қайырымдылық жұмыстары көмек сұраған жалғыз тұратын қарт адамдарға және басқа да мұқтаж адамдарға қарастырылады. Әскери қарттардың үйінің аумағында қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз етеді. Ақсәуле Еділқызы, Серік Тоғаев, Равиль Валеев, 5-ші арна.